Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында 3 заттан құралатын мармелад жасап көрсетемін. Мармеладты жасау үшін қажетті заттар: 30 грамм желатин, 300 мг шие шырыны және 85 грамм қантты қолданамын. Алдымен құрғақ әрі таза ыдысқа шие шырынын құямыз. Шие шырынның үстіне желатин мен қант салып араластырамыз. Желатин сокты өзіне сіңіргенге дейін 10 минутқа қоя тұрамыз. Енді осыны отқа қойып, ерітіп аламыз. Мына нәрсені ескеруіміз қажет. Желатинді ең бая отта ерітіп аламыз. Желатинді қайнатпаймыз. Егерде ол қайнайтын болса, өзінің күшін жоюы мүмкін. Оттан алып шыққаннан кейін сиропты ситадан өткізіп, таза ыдысқа құямыз. Осындай арнайы силиконовый ыдыстарды пайдаланамыз. Алдымен пайдаланбас бұрын оны сұйық маймен ішін сүртіп шығамыз. Осылайша етіп сүртіп аласыздар. Одан кейін жаңағы сиропты үстіне құйып шығамыз. Барлық силикон ыдыстарға құйып болғаннан кейін 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Шие шырыннан жасалған мармеладтар дайын болды, өте әдемі болып шықты. Шие шырыннан жасалған мармеладтарды балаларға жасап берсеңіздер, балалар қуанып, сүйсіне отырып жейді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ханшайым каналы. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.